Қайырлы күн, достар. Бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы туризм саласы. Жалпы Шығыс Қазақстандағы туризмнің дамуы. Оның ішінде жуықта маусымның туризм маусымы ашылатын Қызылтас тауына фестиваль. Бүгін сіздермен мен Айна Бекенбаева және студиямызда қонақта қазақ тілді гид, экскурсовод Айгерім. Айгерім, сіз өзіңізді толығырақ таныстырып кетсеңіз. Рахмет, қайырлы күн. Менің есімім Айгерім болады. Мен осы Өскемен қаласындағы гастротуры ВКО деген турфирманың гид-экскурсоводы болып жұмыс істеймін. Және де біз өзіміздің турфирмамызбен жаңағы ішкі туризм, яғни негізінде Шығыс Қазақстан ішіндегі турлармен айналысамыз. Жалпы міне Шығыс Қазақстанды туризм саласына келетін болсақ, әр өлкесі, әр ауданы осы бір туризм саласын дамытуға өте ыңғайлы, өте әдемі. Бізде көл де бар, бізде шөл де бар, бізде тоғай да бар, тау да бар, тас та бар, өзіңіз білесіз. Соған қарамастан сіздер енді биыл 2-ші жыл өздеріңіздің фестивальді осы Ұлан ауданында өткізіп келесіздер. Оның себебі не? Осындай үлкен фестивальді өткізуде біздің Ұлан ауданын таңдауымыздың себебі бар. Бұл ең алғашқысы әрине ол қалаға жақындығы. Себебі жалпы Алтай Фест фестивалінің аясында жаңағы осы Қызылтас тауына көтерілу болады. Бұл туристік маусымның ашылуы және де күзгі айларда өтетін Шығыс Салбұрыны фестивалі, ол да Алтай Фестке жатады және ол жаңағы туристік маусымның жабылуына саналады. Себебі енді өзімізді білеміз, Шығыс Қазақстанның табиғаты континентальды, бізде жаңағы қысқы туризм сондай қатты дамымаған. Сондықтан бізде маусымның ашылуы және жабылуы деген бар. Және Қызылтас тауын таңдағанымыз бұл жаңағы Өскемен қаласынан 30-35 километр шақырымда орналасқан. Өте жақын, 20-25 минуттың ішінде сол жерге баруға болады. Бұл бір, және де жаңағы қыстан шыққан халыққа жеңіл. Сонымен қатар осы Қызылтас тауының өзі тарихы ерекше жерлердің бірі болып саналады. Себебі Қызылтас тауы жаңағы Ақбауыр алқабында орналасқан. Бұл алқаптың өзіне жалғыз Қызылтас қана емес, сонымен қатар оған қарама-қарсы орналасқан Қоржынбай тауының баурайында орналасқан жаңағы Ақбауыр археологиялық кешенін айтып өтуге болады. Әйгерім, мен сіздің сөзіңізді тыңдағанда мен сондай құлағыма жағымды естілетті. Осы біздің атауларды қазақ тілінде айтасыз. Былтыр мен сізбен бір саяхатқа шыққанда да осы Ұлан ауданы жеткенше сіз әр өңірді бір қазақ тілінде айтып келдіңіз. Сол өте ұнады маған. Жалпы ол сол қазақ атауларын қалпына келтіру бағытында сіздер қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Оны бұл енді ғылыми дәлелденген атаулар ма, әлде сіздер жай елден естіген атауларды қолданып жүрсіздер ме? Сол жағынан кішкене айтсаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда бұл сұрақ көптеген адамдарды мазалайды, және де көп адамдар менен сол сұрақты қойып жатады. Сен ақпаратты қайдан алып жатсың деп. Әрине, көбінде енді ғылыми түрде дәлелденген, карталарда бекітілген атауларымыз бар. Біз оларды ешқашан да ешқалай да жоққа шығара алмаймыз. Бұл біздің жаңағы тарихымызға кіріп кеткен деп айтуға да болады, және ол солай. Екіншіден, әрине, кейбір осы мысалға сұрағыңызды түсініп отырмын, орыс тілді атауларға келетін болсақ, оларды біз жоққа шығара алмаймыз ғой, себебі жергілікті халықтың өзі кейде сөйтіп атап жатады, кейінгі буын. Бірақ та бұл осы атаудың шыққанға дейінгі сол жер тура солай аталды деген сөз емес. Себебі енді атам қазақ өзі бұрыннан бері қанымызға сіңіп кеткен әрбір тауды, әрбір судың өзінің, әрбір жердің өзінің атауы болған. Соған байланысты біз жергілікті жаңағы көзі көрген деп айтып жатамыз ғой, үлкен адамдармен танысып, сөйлесіп жатамыз. Бұл бір, жаңағы олардан ақпарат алып жатамыз. Екі, бұл жаңағы орысша айтады ғой, краевед, яғни өлкетанушылар, сол кісілердің көптеген жаңағы еңбектермен болсын, ауыз екі жеткізген жаңағы ақпаратымен болсын, соны қолдана отырып, өзіміздің жаңағы өзіміздің жасап жатқан еңбегімізге өте жақсы. Енді осы Қызылтас фестиваліне келетін болсақ, нақты осы фестиваль мысалға қалалықтарға не береді? Қызылтас фестивалі туралы кішкене
мағлұмат берсеңіз, мақсаттарыңыз, оның ауқымдылығы, қандай күштермен өткізіп жатырсыздар деген сияқты, әріптестеріңіз жайында. Жалпы осы фестивальға барған туристер не күтеді? Оларды не күтіп тұр дегендей. Енді жалпы локациясы неліктен осы Қызылтас тауы екен, жаңа жоғарыда айтып өттік. Мақсаты бұның әрине туристік маусымның ашылуы бұл бір. Екі, біз осы фестиваль арқылы, біз осы фестиваль аясына өте көп нәрселерді салып қойдық. Көптеген шаралар тауға көтерілумен қатар жүріп жатады. Ол туралы мен де айтып өтем. Бірақ та негізгі мақсатымыз бұл адамдардың жаңағы табиғатқа шығу, жаңағы туризм дегендегі жаңағы экологиялық мәдениетін арттыру, қалыптастыру, оны арттыру. Себебі сен өзіңмен әкелген қоқысыңды, жаңа дұрыс айтқан жоқпын, өзіңмен әкелген заттарыңды қоқыс қып сол жерде қалтырып кетпей, өзіңмен бірге алып кет. Мейлі сен сол жерде жаңағы жай ғана судың өзеннің жағасында отырдың делік, мейлі сен тауға шығып, жаңа қайтадан түсіп кеттің, ол жаңа ұсақ түйек, осы біздің қол сүртіп жүрген салфеткаларымызбен басталып, жаңағы ішіп жүрген бөтелке суымызда жетіп жатыр. Яғни бұл ең алғашқыда біз сол фестиваль аясында өзімізбен әкелген қоқысты оны сұрыптап, қағазын бір бөлек, пластикін бір бөлек, тамағын бір бөлек жинап, жалғыз ғана бізде ол экоблогерларымыз бар, гидтер бар, ұйымдастырушылар бар, жалғыз ғана олар емес, сол жерге келген, турист болып келген халыққа оны үйретіп көрсету, өздеріне сұрыптатып, оны қажетті жаңағы қоқыс жәшіктеріне лақтыртып көрсету. Практика жүзінде көрсету. Тәжірибе жүзінде, Екінші әрине мақсат, бұл да басты мақсаттардың бір болып келеді, ол салауатты өмір салты. Әрине өйткені жаңағы өзіңе бір жаңа локация ашқан кезде, жаңа жерге барған кезде сен кішкене маңдай теріңді төгесің. Себебі жүресің, қозғаласың, сен басқа адамдар қандай екен, олардың жаңағы өмірлерінің ерекшеліктері қандай екен, мысалға бар болады. Былтырғы фестивальда біз өзіміз көрдік қой, сақадай сай, дұрыс киім киіп, жаңағы дұрыс аяқ киім таңдап келген адамдар болды, және де жай келе салған адамдар болды. Олар жаңағы олардан көрініп тұрды, кім жаңағы дайындықпен келген. Орысша айтады ғой, закадычный, кім байырғыдан бері жаңағы турист болып айналысып жүрген адамдар, жан жақты қарап жүрген, шарлап жүрген адамдар, немесе жай ғана осы көрейінші, қолдайыншы деп келген адамдарды да айырмашылық үлкен болды. Сол жағынан бізде өте көп енді биылдан ақпарат береміз, беріп та жатырмыз. Сонымен қатар жаңағы өз алдына мақсат қойып, жаңағы белгілі бір мақсатына жетіп, соған қанағат тұтып жүретін кісілерге де бұл тақырып жақын болады деп ойлаймын. Себебі әрбір енді маусымның ашылуы болғандықтан тауға шығу, сен өзіңе бір мақсат қойсаң, сен оған жеткенде соған масаттанып отырасың. Тура солай таудың басына шыққанда да сен жаңағы тауды бағындырдым, ертең мен тағы да бір өзім мақсатын тура солай бағындырам деген сияқты жаңағы ортақ идея, ортақ жаңағы топпен барған кезде сол жердегі вайбты сезіну, сол жерде адамдардың энергетикасын сезіну ол өте ерекше. Және де ол сіздерді жаңа туристік маусым болсын, жаңа көктемді, жаңару уақыты деп айтып жатады ғой, соған да болсын жаңағы итермелеп, ары қарай энергия беріп, сізді жетелеп кетеді деп ойлаймын. Өте тамаша. Біз енді өткен жылы болған, біз шынында да сіз айтқаннан да биыл енді одан да жақсы, одан да ауқымды деп дайындалып жатырсыздар. Енді осы бағдарламаны мен естіп жатқан ақпарат бойынша бірнеше бағытта жүргізесіздер. Тауға шығу, атпен серуендеу деген сияқты, джип тур бар деп естідік. Осыған кішкене тоқталып өтсеңіз, мысалға мен тауға шығатын бағдарламаны таңдадым дейін. Мен тауға шығам да түсем болды ма, басқа бағдарламаларға қатыса алмаймын ба, әлде қалай? Қандай қызықтар күтіп тұр ол жерде? Ол жаңағы ұйымдастырушылар біз болғанымен, бұл әрине Шығыс Қазақстан облысының әкімдігінің қолдауымен бірге өтіп жатыр. Яғни бұл жерге Қызылтас тауының астында өтетін фестивальға, осы Қызылтас тауының баурайында өтетін фестивальға кез келген адам келе алады, бара алады, қатыса алады. Тек қана
біз ұйымдастырушылар бұны тур ретінде жасап жатқандықтан онда бір ограничениялар бар. Шектеулер. Иә, бірнеше шектеулер болады. Бұның бірі жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, тауға шығуды таңдадым деп. Біз тауға жаңағы кез келген адамды ала алмаймыз. Себебі бұл жерде инструктаж бар. Қалай шығасың? Бұл ең бастысы бұл қауіпсіздік техникасы. Себебі жаңағы бірінен кейін бірі адамдар лап қойғанда, бұл өте ауыр, өте қиын. Ертең бір жаман жағдайлар болып жатқан кезде бұл ең алғашқыда жауап беретін ұйымдастырушылар ретінде бұл біз боламыз. Сондықтан жаңағы біз алдын ала инструктаж жүргіземіз, қауіпсіздік техникасы бойынша, киім кию туралы, өзіңмен не болуы керек деген сияқты. Біз алдын ала сол жерде маршрутизация өткіземіз, қалай жүру керек, қай жерлер ыңғайлы, жаңағы бұта қарағанның бәрін кесіп алып деген сияқты, жол тазалап, жолды дайындап тазалап, бір азды көпті болса да соқпақты жасап қоямыз. Бұл жаңағы тауға көтерілу. Жалпы түсінік баршаңызға түсінікті болу үшін таймингті айтып өтсем, былайша айтқанда бағдарламаны, ең алғашқыда әрине біз белгілі бір жерде жиналамыз. Бұл қазір адам саны көбейген сайын нақты орынды әзірден мен сіздерге айта алмаймын. Жиналып, жаңағы сағат 8 бен 9-ның ортасында біз жиналып, 9-да қаладан шығамыз. Бұл 20-30-дай аппақ спринтерлар, бірінен кейін бірі қаз-қатар дізіліп қаладан шығып, әдемі колоннамен, әрине, және де Қызылтастың баурайына барады. Бұны былтырғы видеолардан да көруге болады, және де ол спринтерлардың саны қазір белгілі 2 есе көп болады былтырға қарағанда. Содан сағат 10-да енді ашылуы, шамамен 10:30-11-лерде тауға көтерілу басталады. Жалпы таудың биіктігі 840 метр теңіз деңгейінен, оның жаңағы тура биіктігі, жаңағы набор высоты деп жатады ғой, 400 метр. Ол негізі тауды тым ауыр деуге де болмайды, бірақ та жалпы енді тым жеңіл де емес, себебі тіке көтерілетін жерлер бар, олар адамға тез-тез кетіп бара жатқан кезде ауыр болып кетуі мүмкін. Кейбір жаңағы аяқ тайып кетеді ау деген тасты жерлері де бар. Сол жерлерде міндетті түрде бізде гидтер тұрады, міндетті түрде жаңағы инструкторлар, сосын төтенше жағдайлар министрлігінен, төтенше жағдайлар департаментінен келген кісілер тұрады. Оның барлығын бақылап жатады. Бұл жалпы сол тауға шығу, сол жерде болу және қайтадан түсумен 3-4 сағат уақыт алады. Сосын сіздер таудан түскен соң, түстен кейін бүкіл басқа да шараларға қатыса аласыз. Яғни бұл жерде Садақ ату федерациясынан жаңағы мастер-класс садақ атуға байланысты, ProRafting деген турфирма бізбен бірге ұйымдастырушыларына, біздің партнерлердің арасына кірді. Бұлар рафтинг бойынша жаңағы мастер-классын өткізеді. Жалпы ол рафт деген не, оның қай жағынан жақындауға болады деген сияқты, қауіпсіз ба ол, қауіпсіз емес пе деп, себебі жаңағы жоғарыда айтып өткендей, Шығыс Қазақстанда өте көп тамаша өзендер бар. Бұл жаңа бір туризмнің түрі, дамып келе жатқан жаңа бағыт, және бұнда адамдар танысады. Және де астында біз жаңағы кемпинг лагерь жасаймыз. Бұл өте көптеген үлкен палаткалар тұрады, туристік палаткалар тұрады. Сол жерде қосымша этно ауылда болады. Егер де киіз үйлерді тамақ, жаңағы жәрмеңке сияқты өтіп жатса, палаткаларда көбінде туристік вайб, яғни шай қайнатылып, кішкентай, немесе тағы да қосымша жаңа туроператорлардан бір мәліметтер, белгілі бір локациялар жайлы білуге болады. Кейбір палаткаларда ойындар жүргізіліп жатады. Енді әйтеу туристер аш қалмайды, ол жерде мүмкіндік бар ғой тамақтанатын. Әрине, фудкорт, ол жаңағы осы турдың несіне кірмейді, кез келген адам кеп, өзін жаңағы ақысын төлеп, өзі тамақтана алады. Сонымен қатар, біз балаларды ұмытқан жоқпыз. Негізі біз енді шектеу қойып отырмыз 8-10 жастағы балалардан жоғары деп.
Бірақ та егер де енді мен сол жерде қыдырғым келеді, өзім балама өзім қарайым десем, әрине жазылып қойған адамдар да бар. Жаңағы өз көлігімен келіп, там 3-5 жастағы балалармен мен сол жерде жүріп, осының бәріне қатысып көргім келеді. Яғни кез келген адам келе алады. Иә, ешқандай ешкімді біз шектемейміз. Және түстен кейін біздің демеушілердің жаңағы өзіміздің жаңағы қорымыздан бөлінген ақшамен көптеген жаңағы ойындар, лотерея, сондай өте көп қызықты сыйлықтар сыйлайтын көптеген шаралар өткізіледі. Тамаша. Айтыңызшы, одан кейін жаңа мен сол естідім, тек қана мысалға ол кигіз үй болғаннан кейін, этноауыл болғаннан кейін, сол маңайдағы ауылдың адамдары келіп өздерінің мысалға өнімдерін өткізіп сауда жасай алады, сондай мүмкіндік болады ғой. Иә, бұл енді тек қана туристерді ғана емес, сол жердегі ауыл адамдарын қолдау. Меніңше бұл өте жақсы, тамаша кіргізілген. Енді өткен жыл ондай болған жоқ қой, биыл енгізілген бір жаңалық деп ойлаймын. Ол өте тамаша. Одан кейін айтыңызшы, мысалға Ақбауыр саяхаты, Ақбауыр кешеніне саяхат. Ол арнайы ұйымдастырыла ма, не болмаса осы жерде таудың етегіне түскен адамдар біраздан кейін сол Ақбауырға бара ала ма? Жоқ. Таудың басына шыққан адамдар қазірдан бастап бізде шағын анкета бар. Сол анкетаны толтырған кезде адамдар таңдайды: мен тауға көтерілем, мен жаңағы атпен серуенге кетем, мен Ақбауырға барам, мен Ақбауырдағы экскурсияға барам деп, тарихи экскурсияға барам деп, немесе мен ешқайда бармаймын, осы жерде ғана жүрем, болды. Маған осы жерде ұнайды, маған түк керегі жоқ, мен бәр жерде болдым, мен жай ғана күннің астында қыздырынып, ойнап күліп жүргім келеді, таза ауаны жұтқым келеді деген сияқты. Яғни таңдау бойынша осы 4 жаңағы форматта бөліп отырмыз. Жаңағы атты турда олар, жаңағы осы 4 форматтың барлығы параллель, яғни бір уақытта басталады, және де әртүрлі бағытта кетеді. Мысалға, тауға баратындар тауға жаяу кетеді, атпен серуенге кететіндер олар жаңағы Қызылтас ауылына қарай, Қарабас тауына бойлай жүреді. Олардың маршруттары сол. Джип тур ол жаңағы Қарасай алқабымен бойлай жаңағы түгел Қызылтас массивін айналып өтеді. Ол да 1-2 сағатқа дейін, әрқайсысы? Оның әрқайсысы 2-2,5 сағаттық маршруттар. Ал енді тарихи экскурсия бізде жаңағы тарихқа толы аумақ деп жатқанымен, себебі Қызылтас тауының баурайының өзінде жаңағы келген туристердің өздеріне көруіне болады. Жете берген кезде таудың баурайына жаңағы сақ замандағы мұртты обаларды көруіне болады. Жаңағы онда қосымша тағы да басқа обалар бар. Сол туралы біздің осы өлкетану мұражайының жаңағы қызметкерлері, археологтар, солар сол жерде жаңағы мәлімет беріп жатады. Тағы да бір бөлігі жаңағы Ақбауыр кешенінің өзінде барып сол жерде тосып тұрып мәлімет береді. Сонымен қатар осы Қызылтастан 10-15 минуттық жерде Бестерек деген ауыл бар. Сол ауылда мұражай бар. Сол мұражайдың қызметкерлері де осы экскурсияны таңдап алған кісілерге жаңағы өз ақпараттарын береді. Ол жерде өте тамаша, өте көп, қоры өте бай. Бұл жерде минералды тастармен де танысуға болады. Ақбауыр кешенінде табылған археологиялық жаңағы археологиялық жәдігерлер бар. Соны көзімен көруге болады. Дай мүмкіндіктері болады. Тамаша мүмкіндіктер болады екен. Сонымен адамдардың бәрі сіздердің минавермен бару үшін олар билет сатып алу керек, Егер мен билет сатып алып, бірақ өз көлігіммен барғым келсе, ондай да мүмкіндік бола ма? Алдын ала бізге айту керек. Себебі біз әр осы билет сатып алған адамға орын дайындайсыздар. Орын дайындаймыз, жаңағы браслет таратамыз қолдарына. Олардың браслеттерін бір ортақ браслет болады, барлығында бірдей. Сосын қосымша жаңағы таңдаған шараларына байланысты түрлі браслеттерді тағы да. Ол браслеттер түстен кейін болатын жаңағы лотерея, ойын, жаңағы сондай шараларға, сыйлық тарататын шараларға қатысуға мүмкіндік болатындай. Жалпы жүлде қоры 4 миллион теңгеден астам.
Ал жалпы қанша турист келеді деп болжап отырсыздар? Өткен жылы қанша болып еді? Өткен жылы 200-ден асты ғой деймін. Иә, 230-дай кісіні біз жаңағы тауға шығардық. Қосымша енді өз ұйымдастырушылардан, әкімдігінің адамдары болды деген сияқты. Ал енді биыл жоспар бойынша 750 адаммен тауға көтеріп, ресми түрде. Ол тек қана тауға шығатын адамдар. Иә, ресми түрде жаңағы рекорд жасайық деп отырмыз. Себебі 2017 жылы Алматы облысындағы Амангелді шыңына 450 адам көтерілген екен. Бұл рекордты ешкім жаңаламап па? Бұл ешкім жаңаламапты. Біз жаңағы Гиннес рекордтар кітабымен жаңағы хабарласып, оларды шақырып, осы рекордты орнатайық деп жатырмыз. Жалпы енді біздің мақсат бұл жерде осы Шығыс Қазақстанды брендке айналдыру. Туристік. Иә, туристік брендке айналдыру, себебі біздің жаңағы тұрып жатқан жеріміз өте бірегей. Бұндай жер Қазақстанда жоқ. Жоқ дегенмен, біз Алтай тауларын баурайында орналасқанбыз. Алтай таулары Ұлан ауданындағы қалба жоталарымен бітеді, немесе қалба жоталарымен басталады деп айтуға болады. Басталып, анау жаңағы Байкал теңізіне дейін созылып жатыр. Және де Шығыс Қазақстан аумағында әйгілі жаңағы Қатынбажы, Үшсүмер, Белуха, Мұзтау деген тау бар. Ол ең биік нүктесі осы Алтай тауларының. Және де оның бір бөлігі жаңағы біздің Шығыс Қазақстанда орналасқан. Біз соны мақтан тұтуымыз керек. Ал енді жаңағы осы Алтай тауының бір жоталарының біріне біз осы Алтай Фест деп жаңағы бренд жасап, сол жерде рекорд жасап, кішкене бүкіл өзіміздің Шығыс Қазақстан облысының болсын, бүкіл Қазақстанның болсын халқын тартып, көрсетіп ашқымыз келеді. Міне сендер осындай жерде барсыздар, қуанайық, соны ары қарай дамытайық деп. Жалпы бұл ұйымдастырушылар туралы кішкене айтып кетсең, сіздерге қолдап жүрген, мысалға, жастарымызды білеміз, блогерлер бар, өздеріңіз сол кісілермен барып, қазірден бастап алдын ала жаңа айтқандай өзіңіз маршруттарды таңдап, дайындық жұмыстарын өткізіп, сол жерде видео түсіріп жатырсыздар. Біз оны енді әлеуметтік желіде жақсы көрсетіп жатырсыздар. Соның бәрін көріп, мен өзім ойлаймын, шынында да сіздерге бүгін биыл фестивальға мүмкін даже 700 емес, мүмкін 1000 адам да жиналып қалатын шығар, өйткені күн көзі жылынады ол кезде. Одан кейін өзіңіз айтпақшы, қыстан ұйықтап тұрған адамдар далаға шыққысы келеді, кішкене көңіл көтергісі келеді. Бұның бәрі алыста емес, қаладан бір 30 шақырым жерде орналасқан таудың етегінде болатындықтан енді мен сіздерге сәттілік тілеймін. Шамамыз келгенше өзіміз енді қолдау көрсетеміз. Өзіміздің тарапымыздан біз енді ақпараттық қолдау көрсетеміз, және де енді бұндай біз шарадан қалып көрген жоқпыз. Өзіміздің мысалға отбасымыз бен жолдас жораларымыз барлығы сіздердің осы фестивальді асыға күтіп жүр. Сондықтан енді сіздерге сәттілік, сол фестивальді жолығайық. Рахмет. Жалпы баршаларыңызды күтеміз. Есігіміз ашық. Қош келдіңіздер. Айна апай, осындай эфирге шақырып, бізден сұхбат алып жатқаныңызға үлкен рахмет. Жаңағы жасап жатқан ісіміз ортақ деп санаймын. Әрбір осы фестивальға келетін кісіге біздің есігіміз ашық. Себебі кім болсаң да, егер де сен осы фестивальға келсең, сен осы фестивальді қолдап жатсың, сен туризмнің дамуына өз үлесіңді қосып жатырсың. Жаңағы экологиялық туризм деп жатамыз да, оның өзіне де үлкен бір үлесін қосып жатсың деп санайсыздар деп мен сенімдімін. Сондықтан баршаларыңызды күтеміз. Алтай Ньюс Медиа холдингіне өз атымыздан өте үлкен алғысымызды айтамыз. Біздің жаңағы ақпараттық партнерлеріміздің бірі сіздер, ақпараттық серіктестеріміздің бірі сіздер. Жалпы осы көтеріп жатқан мәселелеріңіздің барлығы тың халыққа қажетті деп ойлаймын. Рахмет сіздерге.